Тәні өлген әйел. Әңгіменің авторы Дәурен Қуат. Өзі құралпы балалар менің көкем деп сөз бастағанда ол да әкесін ойлағанда көз алдына шашын шалқайта қайырған кең маңдайлы кісі елестеуші еді. Күлімсіреп төрде отыратын, әңгіме айтатын, есінде көмескі елесі ғана бұраңытқан әке бейнесіне ұмтылып сөзін ұққысы келеді. Әкесі сөйлей береді, бұл бірақ естімейді. Сонда әкесі не айтты екен? Кең маңдайлы кісінің кейде гармон созып шалқитын сәттері болатын, ал қазір әке дейтін бейтаныс адамның құлаштап созатын гармоны қоңыр шифонердің үстінде үнсіз тұрғалы қашан? Бала гармонның қатпарының жазып ішіне үңілетінде, әкем осында жасырынып отырған шығар, осында оның жаны тұрған шығар деп түсініксіз қиялға да берілетін. Әкесін бала кезінде көп іздейтін, анасының әңгімелерінен де іздейтін. Кейін ол әдетін ұмытты. Үлкендер жағы бұның әкесін еске алып, ғибратты әңгімелер айта бастаса, ол кісі сондай болған ба, дейтін де қоятын. Өйткені оған енді әке бейнесі мүлде жат еді. Сөйтіп анасының құшағында өсті. Бала да анасын 2-3 жасында анық таныды. Ерке еді. Ерке екенін ғана білетін, бірақ ештеңе ойламайтын. Бір күні басы орасан үлкен, адырақ көзі тас төбесінде ойнаған кісі келіп, анасының жанында ыржалақтап отырып алды. Бұған ақ бор кәмпит берді, жауырынынан қақты. Алақаны жалпақ, әнжімді екен. Аздан соң шолжыңдап, малдас құрған ағаның алдына көлденең түсіп жатып алған, ұйықтап кетіпті. Оянғанда анасының жылап жатқанын көрді. Баланың іші қалтырап, анасын алғаш рет жатсынғандай күй кешті. Өйткені анасы жыламайтын, күлімсіреп қана жүретін. Ал мынау ұзын бұрымы ретсіз тарқатылған, иығы жартылай жалаңаш бөгде әйел. Бала кешегі адырақ көз ағаны да жек көріп тұрды. Содан кейін оған дүниедегі бар жамандық пен жаман адамдар адырақ көздің ұсқынына ұқсап кете берді. Мектепке жаңа барған кезінде сезімтал бала жақсы оқып, анамды қуантайыншы деп ойлайтын. Жақсы оқыды. Тіпті кілең беске оқыды. Үздік оқушы ғана емес, белсенді оқушы болды. Анасы сонда шат-шадыман күйге бөленіп, шаттық кешетін. Жылдық оқу маусымы аяқталған сайын мақтау қағаз иеленетін ұлын ыстық омырауына басып, айналып толғанған анасы, сен менің үмітімсің, шырағымсың дейтін. Бала мектепті алтын белгімен аяқтап, алыс шаһарға аттанғанда, қара жолдың бойында талдап үрген ну қара шашы, желке тұсында түйілген ашаң жүзді жас әйел ұмсынып қала берген. Менің анам қандай әдемі. Мен анамның өзіне ұқсайтын бір сұлуды әкеліп қолына қондырам, келін қылам деп арманды ойға берілген ол, белден белге асып, жіңішкері үзіліп барып көкжиекке сіңетін сүрлеу соқпаққа түсті де, көз ұшында жалғыз ноқатқа айналды. Ол таңдағы мамандығы бойынша оқытатын әйдік оқу орнының есігін еш кедергісіз ашты. Аулына қоңырау шалды, анасын қуантты. Қайран шешем, қуанғанда басыңдағы жаулығың сусып кетуші еді, көңілің өсіп, көрші қолаңды бір шәугім шайға шақырып та алған шығарсың, деп жымиды мейірленіп. Курстан курсқа өтер кездегі демалыс уақытын пайдаланып, анасына үзбей келіп кетіп жүрді. Анасы жадырап қарсы алатын да, сәл жабығып шығарып салатын. Ақылың бар ғой, жастықтың мастығына ұрынбағайсың, аман бол, менің сенен басқа сүйенер кімім бар, дейді анасы. Ал менің сізден басқа кімім бар, дейді ұлы. Оқуын тәмам қылған соң, мамандығына байланысты қосымша білім іздеп, қызмет орнын таңдап, анасын бірер жыл зарықтырып қойды. Бірақ көпке созбады. Ортаңғы курста көңіл жарастырып,
тілек қосқан ғашығына жұп құраудың жайын айтты. Жалғыздығын, әке деген айбарлы тұлғаны көрмей өскенін, жанашыр жақынының аздығын, анасының құба төбел қоңырқай ғана тіршілігін, қала берді сынық мүйіз қара сиыры мен тор биеден өзге қорасында қара құраның жоқтығын да жасырмай жайып салған. Ауылға қол ұстасып барған ұлы мен келіннің самайына күмістің күншімді буы жұққан, көзінің айналасына ұсақ майда әжімдер қораланған ана қарсы алды. Ізетті, тәрбиелі келінін көріп, ғазиз ана түлеп сала берген. Барын шашып, той жасады. Тойда маңдайы жарқырап, қуанышына құтты болсын айта келген ағайынның ортасында нұрланып отырды. Жылдар бірде аяңда, бірде арында біраз жерге ұзап кеткен. Іргетасы биік құйылған қос қабатты ақ сарайдың ауласында күн шуақтап қарт әже отырады. Бақытты әже, бау-бақшалы зәу-зәтті немерелі әже. Қарт әже немерелерінің бірінің атын атап шақырса, бәрінің есімін түгел тізеді. Әй, Томирис, Мәнсүр, Әлнұр, Әйлин, ой, құдай-ай, кім едің әлгі Құбылай, бері мұнда келші. Кейде бұлардың қатарына баласы мен келінінің аты да қосылып кетеді. Ері ерте дүние салған, жайсаң жан еді марқұм, сылқылдаған сері жігіт еді. Әнді қалай айтатын, гармонды қалай тартатын, дүниені думанға бөлеп, айналасына шуақ шашқан асыл жары таң алдында түсіне енген. Қызыр бейнесіндей жарқ етіп көрінді де, бірақ күнде ғайыпқа сіңіп бақиға аттанды. Алпамсадай жігіт аяқ астынан дүние салғанда айнала жұрты аза тұтып аһ-ұра қайғырды. Ажалдың басқаны емес тапқасында ойнап күліп жүрген, некелі жарын жетектеп кеткеніне сене алмаған жас әйел қатарынан бірнеше рет талып құлапты. Бір есін жиғанда суқаны сүймейтін адырақ көздің кеудесіне басын сүйеп жылап тұр екен. Анау бауыры езіліп қаза үстінде қан жұтқан адамға ұқсап еңкілдеп қояды. Қара ниет неме күйеуіне қарадай өшігіп, сыртынан ғайбат сөз айтып, дұшпандық істеп жүретін сұмырайдың нақ өзі еді, сұңқылдай қалуын қарашы. Әйел сонда пенде баласының алдында төменшіктемей, азаматтық арына дақ түсірмей, өмір сүрген есіл ері үшін, ерінің соңынан ерген қарасы қара тұяғы ұлы үшін еңіреп езіле бермеуі керегін түсінген де белін бекем буып еңсесін тіктеген. Марқұм күйеуімен жағаласып алысып ақыры дегеніне жеткен жауымен күресу үшін де қайратына мінген. Адамның ең аяулы сезімін аямай таптайтын, достық ниетін адалдың адал пиғылын қабыл көрмейтін ұр кеудемен енді нәзік әйел майданға шықпақ. Солай болды да, күйеуін жер қойнына тапсырған соң, бірер күн өтпей жас, сұлу әйелдің екі алақаны күлдіреп бір қабат терісі сылынып түсті. Тәйір-ай, бұрын күрек, айыр дегенді қолына ұстау былай тұрсын, қайсысының қайда жатқанын білді ме екен десеңізші. Тамыздыққа ағаш қалай жарылатын еді, отын су қайдан келетін еді. Қарасаң келгір анау қара сиыр мен тор биенің қыстық азығы, жем шөбі қораға қайтып жететін еді. Соның бәрін білді ме екен бұл байғұс. Ішіп жемнің де аз күнде түбі көрініп қалған. Осының бәрін еркек шіркін білдірмей тауып жүре береді екен ғой. Қаралы жесір қарап отырмады, қолына айыр алып, малдың ақырына шөп салды. Қырау қатқан күректің сабынан ұстап қора тазалады. Кәрі қара ағашты балталап шауып, отын жарды. Құдықтан су тартты. Баласын арқасына таңып алып, қазандыққа көп қылып нан жапты. Нанын арқалап іргедегі шағын қалашықтың базарына тасыды. Кейін бір сауда дүкеніндегі әйелмен танысып, наны мен сүтін соған апарып беріп жүрді. Бірте-бірте қара шаруаға көндігіп,
тапқан таянғаны саудалап күн көретін халге жетті. Ұйытқан айраны тәтті ме, әлде қазанға жапқан наны дәмді ме? Жоқ, бұның көрікті жүзі көз арбай ма? Әйтеуір базарға барса болды, алдынан жұрт үйіріліп шығатын. Көктемде малшыларға жәрдемдесіп төл алысты. Жазда атыз басында бел жазбай жүріп қызылшаның түбін түптеп арам шөбін отады. Күзде қырман басынан табылды. Қыста сауыншылардың ауылында тұрып жүгірме сауыншының қызметін атқарды. Сөйтіп жыл 12 ай тыным таппады. Іске епті, қажырлы қайратты жұмысшы әйел атанды. Бірақ қажымады, талмады, ажары да таймады. Бәріне шыдады, шыңдалды. Адырақ көз бұл кезде бөлімше бригадирі боп атқа мінген. Кеңшарда өмірі бітпейтін жұмысына кенелген келіншекке өзінше қамқор, жанашыр адам. Жұбайлық өмірдің қызығынан ерте жұтаған жесірдің марқұм күйеуін аузы қисаймай, жан досым еді, жолдас едік дейтін еді ол. Әредік, мұны өзімсініп, қайыр-хош жомарт кісімсіп, жаныңды көп қинамасаңшы, қаласың қасыма есепші қылып алайын. Таста, құрып кеткір кетпен мен күректі. Нәзік белің солқылдап, жанымда қағаз көтеріп жүрсең болды, дейтін сөзіне дәмесі мен әзілін араластырып. Кешке еркегі жоқ үйдің есігін шалқайта ашып, жалғыз өзі төрге озды. Жан қалтасына толтырып бор кәмпит салып алыпты. Кәмпиттерін дастархан үстіне төгіп тастап, шалқып отырды. Өзі шалабудан адыраңдаған көзін тас төбесінде ойнатып, ұзақ сөйледі. Шатып отып бірді айтып бірге кетті. Ұққаны, жесірдің күйеуіне қарыздар екен. Тірлікте азды кем өкпемен жүріпті. Соның бәрі бекер екен. Өмірде сыйластыққа ештеңе жетпейді екен. Қайран досым, ана дүниеден қайтып оралса, аяғын құшып жылар едім. Кешірім өтінер едім. Арамызға ала мысық жүгірткен жамандардың сөзіне еріп жауыққан екем. Мәнді білмей дұшпансыраппын. Кеш бауырым, кеш деп жыламсырады. Әйтеуір мыжып, мырыңдап, тыныштық ұйыған үйдің берекесін қашырған. Содан кейін жаны жүдеп, үрке соқтап отырған әйелге жармасты. Жаным, күнім деді, жалғызсыратпаймын, қиындыққа қалдырмаймын. Ұлыңды өз ұлымдай көріп өсіремін. Бір тілегімді орында, құшағыма ен, қойныма жат деп құлқалады. Түсінемін ғой, әйелсің. Еркек көрген әйелсің, ертең етегіңді бәрібір басқа біреуге түресің, үйтіп, өсекке қалғанша өзімен бол керек десең, анау керауыз қатынымды садаға етейін деп те көкіді. Сөз осыған жеткенде қорғансыз жесір «Жетер!» деп саңқ етті. Дауысы шаңқылдамай, шаптықпай саңқ етіп шықты. «Жетер, бригадир жолдас, мен саған азғырынды бола алмаймын. Бұтының қамын күйттеп өмір сүретін бұралқың мен емеспін. Сен менің есілерімнің сынған тырнағына татымайсың. Ғазиз жарым дүниеден қайтқан күні менің тәнім өлген. Мен тәні өлген әйелмін. Жаратқан хақтан жалғыз ұлым үшін жанымды ғана аманатқа сұрап алғанмын. Ал қазір дереу табаныңды жалтырат, әйтпесе жарып тастаймын». Жанарынан бет қаратпайтын жалын шашып, қолына жүзі жалаң пышақ ұстаған әйелді көріп, адыраң көздің құты қашты. Ізінше қорыққанын жасырып, әрі әлгіндегі айтқанын түгел жуып шайған болып, «Өй, мынау қайтеді? Мынау қайтеді? Мен қалжыңдадым, заманы бір замандас, құрбы болған соң әзілдедім» деп қара түнге жұтылып, қарасын батырған. Бірақ қайта айналып соғып, қара ниетін іске асырудың айласынан еш тыйылмады. Түн жарымында келіп терезесін қағады. Жартылай жабайыланған қаңғыбас мысықтардың мауыққандағы ащы үніне салып, есігін тырналайды. Итше ұлиды. Табалдырығына тұз себеді, күл шашады. Қақпаны сыртынан шегелеп, электр тоғын қиып тастайды. Бір күні ауланың қақ ортасына балтамен шабылған иттің басы ілінген қара киімді қарақшы тұрғызып кетіпті. Ауылдың естияр адамдары, «Мынау не сұмдық? Жесір әйелдің зәресін ұшырып, жетім баланың жүрегін шайлықтырдың ғой, шошынып ауырып қалса қайтесің?» деп еді, құлақ аспады. Құтырына түсті.
әйелді аямай қайдағы бір ауыр жұмыстарға салды. Жұмыс істеген күндерін кем жазып, еңбек ақыдан да қысты. Аласұрған ақбасқын боранда алыс қыстауға отырған малшыға адам таппағандай, әйелді баласымен көмекшілікке жіберді. Суық жаңбыр жауып, соңы қиыршық қарға айналатын күздің қара күзек күндерінде сары жаздың бытқылынан қамыс ұрғызды. Осындай азапты ауыр жұмыстың ақырында зады әлсіз әйелдің өзі-ақ аяғымды құшар деген үміті болған. Әсіресе тілегені тәкаппар сұлудың азып, өңі қашып, сүйегі саудырап, жүдеп, титықтап біткені болатын. Ол тілегі орындалмады. Жесір әйелдің балғын денесі шыңдалып, толысып, бұрын жел тимеген аппақ жүзі алқызылданып, ерекше бір ажар ашты. Әйелге жасаған қысастығынан есе таппаған байғұс бригадир сонау бір жылы ай толған түні Жындысайдың аузында жатып алып, арақ ішкен екен. Ертеңінде орнынан еліріп айқайлап тұрыпты. Содан оңалмады. Жындысайдан сақалды әйел көрдім деп ауыл ішін кезіп сандырақтайды да жүреді. Адыраңкөз бригадир қара түнге жұтылып, қарасын батырған түні бұрымын тарқатып жіберіп, жаны жараланған жесір әйел жар төсегіне етпеттей құлаған күйі бордай езіліп, ботадай боздады дерсің. Жылаған сайын әлде бір қара тереңге шым бата түскендей ме қалай, буын-буыны босап, сол қара тереңнен құмығып, бірдеңе іздейтіндей ме қалай. Қырына аунап жатып, кеудесіне алақандарын басқанда, іші солқылдап, кіндік тұсы ысып сала берді ме қайтты. Көзінен мұншақтап үзілген жастың арасынан сопақ бас, Адыраңкөздің бейнесі бұлдыр-бұлдыр елестеп өтті ме, не істеді? Ең азабы осы екен ғой деп ысып лаулаған омырауына тырнақтарын батырып, жесір әйел таңды көзбен атырған. Ертеңінде жалаңаш иығын көріп жатсынған ұлының жалт бұрылып кеткенін сезгенде, ана жүрегі елжіреп қайта оянды. Жоқ, мен тәні өлген әйелмін. Жоқ, мен тәні өлген әйелмін. Әйел төсегінен шиыршық атып тұрды. Құдықтан су тартты. Сосын ауладағы қалқайма үйдің есік терезесін қараңғылап қойып, суығы сүйегінен өтетін құдықтың мұздай суына төбесінен төмен қарай құйынып, әбден жуынып шайынды. Су көптен бері көкірегінде жанған алауды басып, кіндік тұсын қыздырып жатып, алған шоқты сөндіргенін сезінді. Бойы жеңілдеп, табаны жерден қалықтап көтерілгендей болды. Сондай бір ғажап күйге енген әйел ұлы әжесінен қалған жай намазды сандықтың түбінен алып, алдына кең етіп жайды да сәждеге бас қойды. Тәнімді қара жерге тапсырдым. Жалғыз ұлым үшін жаныма сауға бере гөр Алла. Ана, ол ана еді. Ана бәрін жеңді. Жылдарды да, жылдардың жалынында ойнағаны жастықтың от жалынында, жылдармен жылан бауырлап жеткен кәрілікті де жеңді. Ол енді мәуелі бақтың ортасындағы жапырақтары мәңгі жасыл қарт еменге ұқсайды. Ұлына дән риза, еңбегін ақтады, есімін ел біледі, көп құрметтейді. Анасының алдында сондай кішік. Төсегіне көтеріп апарып жатқызады, ертеңгісін көтеріп әкеп, дастархан басына отырғызады, алақанын жайып, бата сұрайды. Көйлек көншегін күнде жаңалатады, баладай әлпештеп, ауладағы аспалы бесікке тербетеді. Сен балалық парызыңды түгел өтедің, ұлым, дейді анасы. Түгел өтей алдым ба, дейді ұлы. Содан соң әбден шөкімдей боп қана отырған анасын құшқан кезде оның бойынан топырақ иісін сезетін. Әңгіменің соңы. Оқыған Роза Сұлтаналиева.